Мезолит – орта тас дәуірі. Кейінгі палеолит пен мезолит кезеңінде ауа райы өзгеріп, мұз еріді. Қазақстан аумағында өзен, көл, батпақ көбейіп, қылқан жапырақты өсімдіктер қаулап шықты. Палеолит пен жаңа тас дәуірі аралығындағы кезең мезолитте адамның қазіргі биологиялық түрі қалыптаса бастады. Яғни, осы қазіргі адамның түріне ұқсас адамның түрі қалыптасты сол кезеңде. Мұздықтар еріп, солтүстікке қарай қозғала бастады. Сонымен бірге мамыт, салқын ауа райына бейімделген адамдар да жылжи бастады. Бұл кезеңнің адамдары шымыр, ширақ болатын, және де олар бір орыннан екінші орынға ауысып отырды. Сол себепті олар үйді аз салғандықтан, тұрғын үйді сирек қолданғандықтан айтарлықтай мәдени қабат қалыптасып үлгермеді. Яғни бұл дәуірдің зерттеулерінде тұрақтылар аз табылған болатын. Ол кезеңнің шаруашылығы мезолит дәуірінің тағы бір ерекшелігі жануарлардың түрлері көбейе бастады. Олар мысалға қоян, бұғы, қасқыр және тағы да басқалары. Бұл аңдарды жекелеген аңшылар аулай бастады. Осы кезеңде садақ пен жебе пайда болды. Яғни олар жүйрік аңдарды аулау үшін қару-жарақтың бір түрі садақ пен жебені ойлап тапты. Халықтың саны көбейіп, аңшылық жерлердің жетіспеуіне байланысты ежелгі адамдар тұрақтарын тастап солтүстікке қарай көше бастады. Ол Қазақстанның Есіл, Тобыл, Торғай өзендерінің бойына қоныстана бастады. Мұздықтар ерігеннен кейін өзен көлдердің суы артып, деңгейі көтеріле бастады. Сол кезде адамдар қайық, ау, сүйектен жасалатын сүңгіні ойлап таба бастады. Балық аулау арқылы бір мезгілде жеткілікті мөлшерде көп тамақ табуға да болатын еді. Сонымен қатар адамдар жағалаудағы құстарды да ұстап, жұмыртқаларын жинай бастады. Кейінгі мезолит дәуірінде адамдар микролит ұзындығы 1-2 сантиметрлік ұсақ тас құрал жасауды үйренді. Микролит ол тастың тілігінен және де жаңқадан дайындалған болатын. Сол кездің адамдары микролит деген тас құралды жасауды үйренді. Яғни микролит дегеніміз ол ұзындығы 1-2 сантиметрлік тас құрал. Оның материалы жасалынған тас тілігінен немесе жаңқа деген материалдан жасап үйренген болатын. Микролит тас құралының екі шеті немесе бір қыры, оның ұшы өткір болған. Ол жебенің ұшы ретінде немесе пышақтың жүзі ретінде пайдаланған. Себебі оның өткір болғандықтан олар солай пайдаланды. Ағаш немесе сүйектің жарық өзегіне өткір жүзді ұсақ тастарды микролитті орнатып пышақ жасаған ол кездің адамдары. Ағаш сапқа үшкір тастарды байлау арқылы жіппен олар сол уақытта жебе мен найзаны жасаған болатын. Сол кезде аң терісі мен сүйекті өңдейтін қырғыш, кескіш, түрлі пышақ пен тескіш құралдар, ине, жебе, найза ұштары кеңінен қолданыла бастады. Өткен сабақта біз палеолит дәуірінде қаумалап ұстау әдісін өткен болатынбыз. Яғни ол кездің адамдары аңдарды қаумалап, қоршап ұстағандықтан осы мезолит дәуірінде қаумалап ұстау әдісі қажетсіз болып қалды, яғни керек емес болды. Не үшін? Ол кезде себебі олар ірі аңдардың орнына кіші ұсақ аңдарды аулаған болатын. Сол кездің адамдары халық саны көбейгеннен кейін осы жаңа кәсіптің пайда болуына байланысты өздері ұсақ қауымдастықтарға бөлінді. Бірақ әр қауымдастық өз шаруашылығы болғанымен олар өздерінің бірлігін сақтап отырды, яғни араласып тұрды бір-бірімен. Сол себепті үлкен қауымдастықтардың ыдырауы бойынша халық саны артып, өмір сүрудің жағдайы жақсарды. Мезолиттің соңғы кезінде адамдар жабайы аңдарды қолға үйретті. Оның ішінде қой, ешкі, сиыр, шошқа, жылқы, ит сияқты үй жануарлары қолға үйретілді осы мезолит дәуірінде. Және де олар жабайы өсімдіктерді мәдени өсімдіктерге алмастыра бастады. Яғни өздері сол кезде өзен жағалауына бидай мен күріштің ежелгі тұқымдарын өсіре бастады. Егін шаруашылығының ошақтары Месопотамия мен Кіші Азия аумағында біздің заманымыздан бұрынғы 10-шы мыңжылдықта қалыптасқан болатын. Осы жерлерде ғана бидай мен басқа да дәнді дақылдарды өсірілді. Ал кейінгі неолит дәуірінде егіншілік одан әрі дами бастады.